Біз мына дүниеде жүріп ақыретті елестете алмаймыз. Иман етеміз. Хазірет Алидің әдемі бір сөзі бар. Мен барған кезде таңғалмаймын дейді. Жәннатты көріп мен таңғалмаймын, себебі менің сүйіктім пайғамбарым маған бәрін сипаттап берді, бәрін баяндап берді. Мен оған сенем. Қалай бар деді, мен солай қабылдаймын дейді. Ол біз әбден материалист болып қалғанбызда көрмейінше сенбейміз. Көзбен көріп, қолмен ұстамайынша сенбейміз. Құранда Алла субханаху ва тағала ғайыпқа сенетіндерді нағыз тақуалар дейді. Тақуалардың сипаты ғайыпқа иман келтіретіндер. Себебі қиын да оған иман келтіру. 30 жылдан бері құлшылық етіп жүрген бір ақсақал әйтеуір рас болса екен деп айтады дейді ғой арасында. Осынша жылымыз бекер кетпесе екен, әйтеуір рас болса екен барған кезде деп. Адамда сондай бір кішігірім күдік болды ма, ұйықтамау керек. Ол күдіктің жауабын шешіп, түйінді шешпейінше, жауабын таппайынша ұйықтамау керек.